кәдімгі семейный. Айлықтары қалай мысалы дәрігерлердің Түркияда? Түркияда врач болып жұмыс жасайтын болсаңыздар, жақсы өмір сүре аласыздар. Ешқандай қиналмай, қазір инфляция деген өте көп болып кеткен Түркияда. Барлық нәрсе 10 есе қымбаттап кеткен, бірақ оған қарамастан жаңағы алып жатқан айлықпен ешқандай бір ауыртпаушылық немесе бір кедергі болып жатқан жоқ. Себебі бұл жерде врачтар жақсы айлық алады. Өте бай нелерде бар. Профессорлар жаңағы ақша алатын нелерде бар. Жеке меншіктерде көбінесе олар зарплата алады. Негізінде $3000 басталады. Дежурствоға қалатын болсаң, дежурствоға да өте жақсы айлық төлейді. $200 жалпы алған кезде, даже одан да көп береді кейбір жерлерде. Ол күніне ме 200?